оқымайтын адам ретінде айтатын болсам, ең бір жиі оқыған кітаптардың бірі осы кітап. Ол кезде де андай деп түсініп қалмаңыздар, әр оқыған сайын басынан аяқ толық оқып шықты деп. Әр оқыған сайын бір жеріне тіреліп қаламын, бір тоқтап қаламын. Соны барып бір амал қасып көруге тырысамын. Үнемі сәтті бола бермейді, көбінесе сәтсіз болады, бірақ дей тұрғанмен мен мына бір дүниені байқай бастадым да, балалардың ішкі бір сырларын ашыла бастағандығын, бөлісе бастағандығын, яғни олардың бір білмеймін, қарым-қатынасында мен бір иерархияда көтеріле бастағанды байқадым. Сол маған бір бұл кітаптың одан ары үнемі айтып жүрге, бөлісіп жүрге бір себепші болған дүниелердің бірі. Балаға не қажет деген бір сұраққа жауап беріп көрсек бірге, немесе осы кітаптан біз не түйгімізге болады? Бұл кітаптың бір негізгі идеясы, мәні, сөлі не деген сұраққа жауап беруге тырысам, біздің бір түрлі қажеттіліктеріміз бар. Адам ретінде қажеттіліктеріміз бар. Ол табиғи қажеттіліктер, ол физиологиялық қажеттіліктер, ол психологиялық қажеттіліктер. Гүлге қалай су, тамшы керек болатын болса, тура сол сияқты біздің де бір қажеттіліктеріміз бар. Сол қажеттіліктерді біз былай бір түсініп классификация жасап шығатын болсақ, бұл енді Сухомлинскийдің кітабына дейін басқа бір әдебиеттерге тоқталып кетеміз. Жалпы адамның қажеттіліктерінде мынандай бір дүние бар дейді. Бізге не қажет деген кезде, ең бірінші біздің бір қажеттіліктеріміздің бірі ол тірі қалу, тірі жүру, өмір сүру. Осының ішіне біздің тамақтануымыз бар, қарапайым ренжімеңіздер, дәретке бару болсын, жыныстық қатынас болсын, бәрі осының ішіне кіріп кетеді. Яғни біздің бір өмір сүру деген қажеттілігіміз. Физиологиялық қажеттілік деп алсақ та болады. Екінші бір қажеттілігіміз ол біздің оқу қажеттілігіміз. Мысалға, қазір осы бір қажеттілік алдыға шықты. Қазіргі қоғамның бірден бір проблемасы тек осы қажеттілікке ғана жұмыс істеп кеткендігіміз. Мектептердегі ол академиялық жетістік болсын, немесе қазіргі жастардың неше түрлі тренингтен тренингқа бара беруі болсын. Әйтеуір өскісі келеді, дамығысы келеді, қараңғы оқымайын деген бір түсінік бар, қараңғы қай жер екенін білмейді, бірақ әйтеуір бір оқысы келіп жүр. Бұл да біздің бір қажеттілігіміз екен. Келесі бір қажеттілік, енді осы бір дәуірі келе жатқан сияқты, осы қажеттіліктің ол бір өзінен кейін мұра қалдыру, із қалдыру, тарихта атын қалдыру. Мен бір танысым айтып еді, өкінемін дейді да, қиналам дейді. Не үшін десең, атым енді андай тарихта қалмайтын болды, жаңағы браузердің тарихында немесе сториста ғана қалайын деп тұрмын деген сияқты. Сондай бір амбициялар бар. Кейде бір жастарды көресің, таң қаласың, мен номер 1 болғым келеді. Мынау алашордалықтар мектептерде ілініп тұрғандай, ертең мен де ілініп тұрғым келеді деген дүниелерді айтады. Мен шын айтамын, қорқамын осы сөздерден. Өйткені алашордалықтардан Ахмет Байтұрсынұлында ондай арман болды деп ойламаймын. Сол жұмысын істеген кезде, түнімен ұйықтамаған кезде, ертең менің сөздерім мектепте ілініп тұрса екен деп ойлаған жоқ деп ойлаймын олар. Бірақ ана кісілер ілінбей қалса ертең қиналайын деп тұр да. Тағы бір қажеттілігіміз бар біздің осы жерде. Мұра қалдырудан бөлек жақсы көру деген. Ең бір ұмыт болып жатқан, ең бір еленбей жатқан қажеттіліктеріміздің бірі жақсы көріну емес. Қараңыздаршы, мені біреу жақсы көрсін емес, жақсы көру. Менің жақсы көруім ол менің қажеттілігім екен. Біз қазір ойлаймыз ғой, кейде маған махаббат жетпейді, неге маған көңіл бөлмейсіңдер, неге мені түсінбейсіңдер деген сияқты түсінікті болуы мүмкін, немесе мені кім түсінеді деген уайым айтуымыз мүмкін да. Бірақ біздің қажеттілігіміз негізі ол жақсы көру, немесе жалпақтап айтатын болсақ қарым-қатынас. Біз бәріміз сол қарым-қатынастың өніміміз, және сол қарым-қатынастан шығамыз, қарым-қатынасқа барып тірелеміз. Неше түрлі зерттеулер бар бұл жерде. Адамдар мысалға бәленбай жыл, 80 жылдан астам жасалған Гарвардтың зерттеуі бар, Harvard Study of Human Development деген. Сол жерде бар түйіні мынандай сұрақпен бастайды зерттеулерін. Өмірдегі ең маңызды мақсат не деп? Түбінде қарым-қатынас дегенге келіп тіреледі. Содан сол зерттеудің жетекшісі айтады да, осыншама жыл, осыншама ақша құртып бар тапқандарың осы ма деп айтуларыңыз мүмкін шығар дейді да. Керемет инсайт деп тұрсақ, қарым-қатынас деп айтып отқандарың не деген. Бірақ қарым-қатынас ауа сияқты дейді да. Ол тапшы бола бастаған кезде ғана біз іздене бастаймыз дейді. Сол ауаны құртпай тұрып іздену туралы ғой. Енді осы қажеттіліктерге қатысты мынандай бір қызық түсінік бар. Неме биологияны айтып кеттіңіз деп ойлауымыз мүмкін. Тәрбие дегеніміз не? Тәрбиенің анықтамасын мүмкін өзімізге бір түртіп алсақ, бізге тәрбиеге неше түрлі анықтама берсек болады, бірақ мына бір анықтама ең бір база деп алсаңыздар болады. Тәрбие дегеніміз не? Тәрбие дегеніміз баланың қажеттіліктерін, бағанағы қажеттіліктерін, бала да адам ғой, ұмытып кетіп жатсақ. Сол бағанағы қажеттіліктерін үйлесімді түрде, бұл жерде кілтті сөз үйлесімді. Яғни бір қажеттілігін, оның оқу қажеттілігін ғана емес, оның басқа қажеттілігін ғана емес, бар қажеттілігін үйлесімді дамыту. Осы жерде Сухомлинский енді гүлді өте көп теңеуге келтіреді. Гүлге қатысты мынандай бір дүниені айтады. Баланы дамуын, тұлғалығын гүл деп алатын болсақ, гүлдің әрбір күлтесі маңызды. Маңыздырақ күлте жоқ. Тура сол сияқты біз оқуды, басқаны алдыға шығара алмаймыз, мынау маңыздырақ деп, бала үшін. Ол біздің өмірімізде, нарықтық әлемде бір маңыздырақ заттар бар, бірақ бала үшін бәрі үйлесімде болу керек. Енді баланың
тәрбиесі ол оның қажеттіліктерін қанағаттандыру дейтін болса, балаға не қажет? Бағанағы қажеттіліктерге енді тәрбиенің призмасымен, мағжанның педагогикасымен қарап көруге тырысатын болсақ, өмір сүру қажеттілігі дедік. Мағжан бұны тәрбиенің түрімен айтқан кезде не деп атады? Дене тәрбиесі деп. Жалпы өзі 4-ке бөлген, Жүсіпбек те оны 4-ке бөлген. Яғни біз баланың дене тәрбиесін. Біз қазір баланың дене тәрбиесін қалай қамтамасыз етіп жүрміз? Неше түрлі үйірмелерге барамыз, бокс секцияларына жібереміз, немесе дзюдоға барсын, өз-өзіне тұрып бере алсын деген сияқты сондай бір түсініктер бар. Қызығы қазір байқасаңыздар, ер баланы андай спорт секцияларға аналары береді. Төбелесте тұрып берсін деген түсінік, әкелер емес. Келесі оқу қажеттілігі дедік. Бұл қандай тәрбие дейтін болсақ, бұл да таным тәрбиесі немесе ақыл тәрбиесі. Яғни оның миының ақпаратты өңдей алу қабілеті. Бұны дамыту үшін не істеп жатырмыз? Қайтадан баланы ментальный арифметика дейміз ба, жылдам оқыту дейміз ба, неше түрлі курстарға береміз. Я ол да керек, я ол да баланы бәсекеге қабілеттілігін арттырады. Баланы неше түрлі олимпиадаларға қатыстыру, жарыстардан өткізудің бәрі осы. Келесі қажеттілігім. Бұл енді бір эгодан туған қажеттілік десек болатын шығар, мұра қалдыру. Ол қандай тәрбие дейтін болсақ, енді осы жерде біз енді дене тәрбиесін, таным тәрбиесін немесе ақыл тәрбиесін естіп жүрген болатын болсақ, мына жерге келген кезде біз мүдіре бастаймыз. Осы жерде қызығы, бұл тәрбиені Мағжан құлық тәрбиесі дейді. Мінез құлық деген кездегі құлық, яғни біздің өз-өзімізді ұстауымыз. Бұған енді Абайдың классификациясымен де қарап шығып болады, бірақ тағы уақыттың тапшылығына байланысты біз одан ары жылжитын болсақ, ортасында бізде соңғы қажеттілік қалды, жақсы көру қажеттілігі. Осы жерде сұрақ, Мағжан бұны қандай тәрбие деп атады? Қалай ойлайсыздар? Сұлулық тәрбиесі деп атаған екен. Осы жерде Сухомлинский екеуінің ойы ұштасады. Сухомлинский баланың табиғатта өсуін не үшін қалайды? Өйткені табиғатта сол сұлулықпен қанағаттанады дейді. Сол сұлулықты тұтынады былайша айтқан кезде. Мағжанның педагогикасында мынандай бір дүние бар. Адамның қажеттіліктерін айтқан кезінде адам ләззат алмай тұра алмайды дейді. Оның жаратылысы сондай, ол ләззат алғысы келіп тұрады. Бірақ ода таңдау бар. Сау ләззат алу, я сау емес ләззат алу. Сау ләззат алу деген ол біреуге пайдалы болу, қолғабыс жасау, мүмкін білмеймін, демеу жасау, мақтау айту арқылы ләззат алу. Ал сау емес ләззат алу, ол қазіргі мектептегі әлімжеттік, буллинг, біреуді мазақтау, оны басқалардың күлгенінен содан масаттану. Баланың қайсысын таңдайтындығы осы сұлулық тәрбиесінен дейді, сұлулыққа қанғандығынан дейді. Сухомлинскийдің баланы табиғатқа шығара беру, қазір мысалы біз қалада өмір сүріп жатқан кезде мүлдем қиын. Өйткені біз табиғаттан кәдімгідей алыспыз, урбанизацияның кесірінен. Бірақ тағы бір сұлулықты айтады, бұл жердегі табиғаттың сұлулығы емес, ол адамның арасындағы қарым-қатынастың сұлулығы. Егер де бала отбасында ата-анасының қарым-қатынасында сондай бір сұлу қарым-қатынасқа куә болып өсіп жататын болса, ол балада оқуға келген кезде автомат түрде өте көп мәселе шешіледі. Енді осы бір дүниені Сухомлинскийдің кітабында бір дүниеге мынандай бір дүниені келтіреді. Мен балаларға жиі сұрақ қоямын дейді. Біздегі сияқты кім боласың, президент боласың ба деген сұрақ қоймайды. Қандай боласың деген сұрақ қояды. Уақыт өткен сайын балалар мейірімдімін деген жауапты сирегірек жауап беріп жатыр дейді. Все реже дети отвечают быть добрым дейді. Және тағы бір қателікті айтады. Мейірім ол бір әйелге тән қасиет деп санайды. Қыздар мейірімді болу керек. Ұлдар мейірімді болса, ол әлсіздік. Егер қазір қоғамда қарапайым сіз деп тұратын болсаңыз, міндетті түрде сізді әлсізге балайды. Яғни бізде мейірім қазір біздің теңгеміз ғана емес, мейірім де инфляцияға ұшырап бара жатыр. Бізде бұны ұмытып бара жатырмыз. Мынау көрнекілікте не үшін бұны ортаға қойып қойдық? Сухомлинскийдің негізгі идеясы осы мейірім деп ойлаймын мен. Осы мейірімнің бір бізге даналық үлгісін көрсете алған кітап деп санаймын. Неге бұны ортаға қойып қойдық? Өйткені бізге қазір дәл осы жетпей жатыр. Біз балаға бәрін беріп жатырмыз. Баланы оқытып жатырмыз, баланың танымында қамтамасыз етіп жатырмыз, оның мінез құлығын менторлар жолда басқасын бәрі істеп жатырмыз ғой. Бірақ бізде не жетіспей жатыр? Мейірім. Яғни сырты бүтін, іші түтін болып жатыр ғой, өзегі жоқ. Егер біз дәл осы өзекті бермейтін болсақ, ана сыртының бәрін қамтамасыз етіп бергенімізден ешқандай пайда жоқ. Мен ауыр айтсам ренжімеңіздер, енді ауыр айту үшін де жинап алдық қой сіздерді. Егер біз осы ситуацияны өзгертпесек, осы бетінен бір бет бұрыш жасамайтын, ертең осылай ренжімеңіздер, қарттар үйінде жиналып отырамыз. Өйткені біздің былайша айтқан кезде бізді құтқаратын қарым-қатынас қана. Біздің қаражатымыз емес, біздің қабілеттеріміз, біздің біліміміз емес, біздің мейіріміміз ғана. Ол мейірімді біз беруді ұмытып кетеміз де, және ең сорақысы, ең керек емес зат деп ойлаймыз ол. Кез келген уақытта бере аламын деп ойлаймыз. Және байқасаңыздар, өте көп адам мейірімді соңғы сәтте беруге тырысады, кетіп бара жатқан кезде ар жаққа.
мен сені жақсы көремін деген сөздің өзін қоштасу сөзі деп түсінеді. Оны ерте айтуға болмайды, оны кетіп бара жатқан кезде ғана айту керек. Ерте біліп қойса жаман болады. Мына бір сөзге мән берейікші, Сухомлинскийдің. Өзінің қарапайым көңілін, қалауын, өзінің тілек талабының шегін білмейтін адам. Ол жақсы адам болмайды дейді. Бағанағы мейірімсіз өскен бала, ода бәрі бар дейді. Бірақ мейірім жоқ болатын болса, ол осындай бала болады. Білімді, тәжірибелі, мықты болуы мүмкін, бірақ ода өзек жоқ. Нағыз парақорлар осылар болады ертең. Нағыз қылмысты жасайтын осылар болады, өйткені бұлар ұсталмайды, өйткені оларда білім бар, тәжірибе бар. Бірақ мейірім жоқ. Егер мейірім болмайтын болса, онда біздің қоғам ретінде қалыптасуымыз да қиын болады деп ойлаймын. Ал ол мейірімді біз ғана бере аламыз. Отбасы ретінде. Бір адамның екінші бір адамға жүрек жылуының берілісі, былайша айтқанда көрінісі ол мейірім екен. Енді осы жерде сұрақ туындайды ғой, бағанағы бізде де түсініктер туындайды. Мен балаға мейірім берейін жарайды. Мен оны мейірімді қылып өсірейін. Маған мейірімді кім береді? Маған кезінде бермеген деп ойланып кетуі мүмкін. Қазір осы жерде біраз адамдар артқа қарап. Мен сорлы мейірімсіз өскен екен ғой деп ойлап қалуы мүмкін. Бірақ біз оны айту үшін шақырып жатқан жоқпыз. Артқа қарау үшін емес, болашаққа қарау үшін шақырып жатырмыз. Мейірімсіз енді біз бағана Сухомлинский барлық күлтесі маңызды десе, қазір біздің қоғамда, біздің заманда бұл ең бір өзекті болып тұр. Осыған бір күш салсақ, және Сухомлинскийдің кітабы осы мейірімнің бір көзі деп айта аламын, бұлағы деп айта аламын. Және мына бір іскерлік әдебиеттерде жазылатындай Сухомлинский мейірімді көрсетудің 7 жолы деп айтпайды ол. Неше түрлі әдіс тәсілдер үйретпейді сізге. Ол түрлі баламен болған ситуациядағы өзінің реакциясын жазу арқылы бізге өнегесін көрсетеді. Ақыл айтпайды, біздің эгомызға, нәпсімізге ауыр тимейді. Содан да оны сіңіру, оны өзіңіздің мейірім жолыңызды тауып алу өте оңай деп санаймын. Мынандай бір түсінік бар, тәрбиеші болу деген. Қазір тәрбиеші десе біз міндетті түрде балабақшаны елестетеміз. Жалпы ата-ана тәрбие деген жұмысты мектептен балабақшаға телегердетіп жүрді ғой. Әсіресе жекеменшік мектеп болса. Тәрбиеші болу деген бұл кең мағынада қарайды. Бұл мұғалім болсақ та, ата-ана болсақ та, әйтеуір баламен қарым-қатынасқа түскен адам болдық па, бітті біз тәрбиешіміз. Ол баланы бірдеңкеге тәрбиелеп кеттік. Мен осы жерде кетіп бара жатып, ана бір отырған бүлдіршінге бірдеңке сөйлеп кеттім ба, оның өзі тәрбие. Тәрбие міндетті түрде сынып сағатындағы 40 минут емес ол. Менің әрбір өз-өзімді ұстауым, тұрысым, сөйлеуім, әрекетім, әрекетсіздігім бәрі тәрбие. Біз тәрбиеші болу үшін мынандай бір қызық дүниені айтады Сухомлинский. Бала үшін бай өмірдің өнегесі болу. Біз ойлаңызшы, бай өмірдің өнегесі болу керек екенбіз да бала үшін. Бұл андай Forbes-тағы байлық емес, қаражаттағы Каспийдағы байлық емес, немесе әлеуметтегі адамдардың алдындағы танымалдылықтың байлығы емес. Бұл қандай байлық деген кезде, бұл бағанағы іштегі мейірімнің болуы. Мен қарапайым көшеге шыққан кезде, білмеймін, еден сыпырып жүрген кісі болсын, басқа кісі болсын, солардың бәріне мейірімді, талғамсыз, шартсыз төгіп тұратын болсам, осы бай өмір екен. Егер мен осындай бай өмірге ие болсам ғана, мен баланы тәрбиелеуге құқылы болады екен да. Елестетіңізші, біз жүргізуші куәлігінде, әлсіз мысал біздің елімізде, бірақ сонда да көлік жүргізуші куәлігін алуымыз керек қой. Тура сол сияқты ойлаңызшы, баланы тәрбиелеу үшін біздің ішіміз бай болу керек екен. Осы жерде қайтадан бағанағы сұраққа келіп тірелуіміз мүмкін. Жарайды дескендер, түсінікті, балаға мейірім беруіміз керек. Бұл кітапты оқуға тырысамыз. Маған мейірім кім береді деп ойлауымыз мүмкін да. Ал мысалға жаңағы алашордалықтарға кім мейірім берді, олар абақтыда отқан кезде. Тағы сондай тұлғаларға кім мейірім берді? Ешкім мейірім берген жоқ. Керісінше олардың биографиясын оқысақ, неше түрлі сынақтар болғанын көреміз. Сухомлинскийдің өзінің өмірінде ойлаңызшы, соғыста бүкіл бала шағасынан, отбасынан айырылып қалды. Мейірімді қайдан тапты ол кісі? Осы жерде біздің проблемамыз мейірімді кәдімгі мына гүл деп теңеп жатқан, мысал беріп жатқан, бұны кәдімгі өмірдегі гүл деп ойлап қаламыз. Мысалға біз мына спикерларға гүлді беру үшін ол гүл бізде болу керек. Жоқ болса ол гүлді немізді береміз біз? Бере алмаймыз ғой. А мейірім ондай гүл емес ол. Мейірімнің гүлі мүлдем басқа. Қараңызшы, біз кез келген затты, мен сіздерге шай берсем де, білім берсем де, сіздерге беру үшін ол менде болу керек. А мейірім керісінше, мейірім менде болу үшін мен оны беруім керек. Сол сияқты тақсын тұлғаларды не ұйықтатпады түнде, оның тоқтамай мейірімді үздіксіз беріп жатқандығы оның өзінің мейірімін көбейтті деп ойлаймын. Енді осы мейірімді бізде көбейте алсақ, өз-өзіміздің сол мейірімді айналамызға төгіп бастайтын болсақ, бір апталық бір жаттығу жасаңыздаршы өздеріңіз үшін. Кез келген адамға қарапайым, білмеймін, қазіргі тілмен айтқанда комплимент айтып жүремін. Ондай болмаса да, сіз өзіңіздің ішіңіз қалай мейірімге толғанын көре бастайсыз. Қазақта сөз бар. Тамшы тас жарады дейміз, мақал мәтел деп шатастыруымыз мүмкін, бірақ бұл жерде мен мына бір дүниені айтқым келіп тұр. Бағанағы мейірім гүлін өсіріп шығу үшін біз ана тамшының бұл жерде табандылығына мән беруіміз керек сияқты.
Тамшы емес қой ол жерде тас жаратын. Тамшының тама беруі, тоқтамай, үздіксіз берілмей қозғалуы ол тас жарады. Тура сол сияқты біздің жүрегіміз тас болып қатып қалған кезінде, оны осы мейірім гүлін өсіріп шығу үшін, менің ойымша біз осы тамшыны тамдыра беруіміз керек. Және осы Сухомлинскийдің балаға жүрек жууы сол бір тамшының біреуі, мүмкін алғашқысы болса, мен тек қуанам. Келгендеріңізге рахмет, шыдағандарыңызға рахмет. Амандықта, саулықта жүздесіп.